Тил ғалымдар айтады, сіз бір өзге халықтың тілін, жаңа бір тіл үйренген болсаңыз, күніге өзіңізге 200 рет қателік өткізуге орай беріңіз дейді. Яғни өзіңіз жаңа тіл үйреніп жүрген болсаңыз, балаңыз жаңа тіл үйреніп жүрген болса, 200 рет қателік өткізуге орай беріңіз. Яғни балаңыз жаңа тыңдап жаза алмаса, тыңдап түсіне алмаса, айтып жеткізе алмаса, дұрыс жаза алмаса, бұның барлығы қателік қой. Осындайдан 200-ін қайталауға мүмкіндік беріңіз дейді. Осындай болғанда ғана сіз ең тез нәтижеге жете аласыз дейді. Яғни жаңағы уәмей жуи деген болады ғой, кемелділік деген барлық нәрсені әшейін дүзде-дүз істей, мен бір ретте тыңдап жазам, бір ретте дұрыс айта аламын деген сияқты. Солай айта алмай қалсақ, өз-өзімізді кінәлаймыз да, оңай үйренгіміз келмей қалады. Қазақта бір жақсы сөз бар, тырс-тырс тамшы, тас тесет, былш-былш өсек, бас кесет дейді. Сол тамшы сияқты аз-аздан тамып тұрсақ, тынбай үйренсек, бір күн нәтижеге жетуге болады. Иә достар, алдыда ағылшын тілі курстеріміз болғай жатыр. 21 күндік қысқа курстер, жұба сабағы менен, сенбі-жексенбідегі сабақтар, сосымен қатар, екінші реткі жарым жылдық ұзақ уақыттық курсымыз алып барылып, менің мұқатыма хабарлассаңыздар болады, 133 45 43 84 64. Сіздерді ағылшын тілін үйренуге шақырамын.